Егіз тұмар. Екінші бөлім. Екеуміздің ең алғашқы ренішкеніміз сол күні болды. Машинаның ішін қанның күлімсисі кеулеп кетіпті. Сен басқаша ойладың. Менің оны басқаша түсіндіруге шамам болмады. Тек қана ақталумен болдым. Аузыңа түскен ең жаман боқтықтарыңды төгіп сен кеттің. Сол күні алғаш рет қорындым. Бәрін тастап ауылға қайтып кеткім келген. Кетіп қалайын-ақ деп бекінсем де, бір күш осы қалаға бекемдеп ұстап қалған тәрізді. Кете алмадым. Ақыры кешке дейін сені тағатсыздана күттім. Өлдім талдым дегенде сен де жеттің. Маған ләмейім деместен көліктің кілтін ұстаттың да үйге кіріп кеттің. Сол күні алғаш рет еш табыссыз қаланы арлы-берлі кездім де жүрдім. Ешбір жүргіншіге тоқтауға зауқым соғар емес. Осы көшемен қанша рет өткенімді де білмеймін. Түн ауды-ау деген бір мезгілде барып, анау қарағаштың түбінен кешегі қызды көргенде ойпыл-тойпыл болып, аласұрған көңілім сәл тынышталғандай болды-ау. Жанына келіп шорт тоқтадым. Тура кешегім қайталанып жатқандай. Қыз отыра бере көліктің ішіндегі жарықты жақтым. Жүрегім зырқ ете қалды. Әппақ көйлегінің етегі шып-шып еткен қызыл қан. Ол үнсіз мүсеурей қарады. Дереу шырақты өшіре қойдым да, атша тулаған жүрегімнің алқынысын басып қайта шырақ жақтым. Тағы сол. Кеше қалай сезбей қалғанмын. Қанның қаңсыған күлімсейіс қолқаны қабады екен. Қорқа бастадым. Қызды қалдырып кетейін деп бір ойладым да, ол ойымнан тез айныдым. Қыздың айдай жамалы бар нәрсені басып барады. Әнтек, тым мұңлы. Бұл жолы көлікті барынша баяу жүргізіп келемін. Айнадан көз ала алар емеспін. Қыз да сәл-пәл миығынан жымиғандай болады. Әлде менің көзіме солай көрінген шығар. Қойшы әйтеуір. Ақыры жеттік-ау жетер жерімізге. Көлікті көре сала кешегі кемпір орнында тыпыршып тұр. Қара түнді қақ жарған көліктің күшті жарығынан кемпірдің жүзі анық көрініп келеді. Өртке түскендей түтеп кеткен. Мен жетіп, енді тоқтай бергенде есікті жұлып алардай жұлқи тартып ашты да, жүгермек. Менің құлыныма зәредей зәбір тигізер болсаң, менен еш жақсылық көрмейсің. Ал мына тиыныңды. Екінші жуыма. Деп кемпір менің еш уәжімді тыңдамастан қызына ертіп кете барды. Мен асығыс жиналып кері қайттым да, жол бойында көлікті әбден тазартып, өзіңе әкеліп бердім. Ол екеуміз үшінші күні тілдестік. Сол күні оның мылқау емес екенін білдім. Сол күні оның бұл жалғанның жаратылысы еместігін, арғы әлемге кетіп қалғандығын сездім. Кешкіре осы жерге келіп тапжылмай отырғанмын. Күндегі уақытында қызда пайда бола кетті. Жанына келіп, көліктің есігін ашып едім, ол басын шайқады. Мен қолтығынан демеп кіргізіп жібермекке ұмсынып едім. Кешіріңіз, мен сізбен бара алмаймын, деді. Қыздың майда үні құлағыма әлде бір ып-ыстық жалындай сезілді. Қалқам, сен мылқау емессің бе? Деп сұраппын бірден. Қыз күрсінді. Мен қоярда қоймай қызды көлікке мінгіздім де жолға шықтым. Атың кім? Білмеймін. Қалайша? Рас айтамын. Менің есімде еш нәрсе жоқ. Тек әжемді ғана танимын. Сосын сыңарымды. Қалай? Біз егіз қызбыз. Қайдан шықтың? Білмеймін. Жол бойы қыздан мардымды жауап ала алмадым. Бұл жолы кешегідей емес, жылдам жүрдім. Не сыры болса да қыздың әжесінен білейін деп шештім. Кемпір уағдаласқандай сол орында тұр екен. Кешіктірмегесін бе, бұл жолы еш нәрсе айтпастан ақшасын ұмсына бергенде. Апатай, ақшаңыздың керегі жоқ. Тек бір нәрсе білгім келеді. Тәйтар, нені білгің келеді? Көрінбе көзіме. Мен сені, сен мені көрген жоқсың. Ал мына ақшаңды. Құры көзімнен. Деп буырқанып
Қызын қолынан жетектеп ала жөнелді. Бұл күні де еш нәрсенің бабына жете алмай қайттым. Енді оның сырын ашудың басқа жолын қарастыруыма тура келді. Есіңде болса, сенен сол күні таңертең осы қаладағы балшы көріп кел туралы сұрағанмын. Сенің айтқаның бойынша ең атақты деген балшы соқыр кемпірді іздеп бардым. Картасын дар-дар еткізіп, қотастыра шилап отырған кемпір менің келерімді әуелден ақ біліп алған тәрізді. Өздігінен сөйлей жөнелді. Жалғасы бар.